Еліміздің бастарнасында жаңалықтар, студияда сурда аудармашы Самалжан Темір және мен Талғат Алман. Армысыздар. Ақордада отандық ғылымды дамыту мәселелері талқыланды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев академик Кенжеғали Сағадиевті қабылдады. Кездесуде елдің экономикалық саясатының негізгі бағыттары сөз болды. Елбасы әлемдік экономика мен геосаяси ахуалға орай ел ғалымдары пікір білдіріп, өз шешімдерін ұсынуға тиіс екенін айтты. Бұл орайда Кенжеғали Сағадиев ғалымдардың өздеріне жүктелген жауапкершілікті сезінетінін жеткізді. Қазіргі күрделі кезеңде қоғамға қызмет етуді кәсіби борыш санайды. Академик ұлт жоспарын жүзеге асырып, оның әлеуетін барынша пайдалану тиістігін алға тартты. Бұл үрдіске барлық жұртшылықты белсене қатысуға шақырды. Мынандай қазіргі алмағайып жағдайда дүниеде болып жатқан экономикадағы ахуал, саяси ахуал, ғалымдардың айтатын сөздері болу керек. Әрине. Өзіңіз көріп отырсыз, мына дүниедегі өткен дағдарысты айтқан Румыния да үндемейді. Нобель лауреаттың ешқайсысы бүгін бір сараптама айтып, мына не болып жатыр, қалай шығу керек деген жоқ. Ең ұлы мемлекеттер дүниежүзінің халқыны бетін ұстап отырған, қарап отырған, ешқайсысы бірігіп жұмыс істеудің орнына бір-бірімен таласып жатыр. Мынау неге лаңкестікке қарсы күресу үшін барлығы бірікпесе, бұдан түк шықпайды. Осының бәріне біздің ғылым академиясының ғалымдардың пікірлерін ойланып айтатын сөздер болу керек. Олар енді осымен отыр ғой. Мен мына шаруашылықпен отырмын. Ананы да қарау керек, бұнаны да қарау керек, бәрін қарау керек. Олар осымен отырған ғалымдар. Сіздің жердегі сөзіңіз, айтатын шаруаңыз өте мықты болу керек деп санаймын. Біз де солай өзіміздің жауапкершілігімізді осылай деп есептейміз. Дұрыс айтатын пікірлеріміз бар. Жалпы мынау қазақ азаматтарының осындай сын сағатында сіздің туыңыздың астында табылу ол бізге парыз. Біздің ұлт жоспарымыз бар, президент ұсынған. Бұны біз өзіміздің асқақ арманымыз дейміз, соған бастайтын жол дейміз. Осы үлкен тарихи мүмкіндік. Бұл президенттің арқасында туған тарихи мүмкіндік. Сондықтан осы мүмкіндікті бүгінгі қиындыққа қарамай өте жақсы пайдалана білуіміз керек. Жаһандық экономикалық дағдарыс жағдайында ел экономикасын көтеру үшін бүкіл қоғам болып жұмыс жасауымыз қажет. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифингте елбасының үндеуін қолдап пікір білдірген сарапшылар осылай дейді. Қаржылай қиындықтарға тойтарыс беретін арнайы бағдарлама айқындалған. Енді оны орындау барша қазақстандықтардың міндеті. Ендеше сайлауды әділ өткізуде өз қолымызда дейді олар. Союз машиностроителей Казахстана. Бұл көреген алысты болжай білетін басшының ісі. Кезектен тыс сайлау өткізу туралы депутаттардың ұсынысын қолдаған елбасы жалпыұлттық сенімге ие парламенттің жаңа құрамын жасақтауға сенім артып отыр. Сайлау науқаны патриотизмді оятып, бәріміз бірлесе еңбек етуімізге жағдай жасайды деп санаймын. Это взвешенный дальновидный шаг. Бұл көреген алысты болжай білетін басшының ісі. Кезектен тыс сайлау өткізу туралы депутаттардың ұсынысын қолдаған елбасы жалпыұлттық сенімге ие парламенттің жаңа құрамын жасақтауға сенім артып отыр. Сайлау науқаны патриотизмді оятып, бәріміз бірлесе еңбек етуімізге жағдай жасайды деп санаймын. Қазақстанның коммунистік халық партиясы да құрылтай уақытын ақпанның 26-сына белгілеп, кандидаттардың тізімін жасап, халыққа ұсынар бағдарламаларын жазып жатыр екен. Саяси құрылымның мәжілістегі 107 орынға таласатыны туралы бүгін партияның орталық комитетінің хатшысы Тұрғын Сыздықов мәлімдеді. Оның сөзінше, елбасының депутаттар көтерген бастаманы қолдауы оңды шешім. Сайлау қазіргі күрделі экономикалық жағдайда халықтың сеніміне лайық депутаттарды таңдауға мүмкіндік береді. Президентіміздің указын коммунистер қолдайды. Халық қай партияға сенім тағы арттырады. Осы қиын жағдайда қандай партияға сенім артады деген оймен осы сайлауға шығайын деп жатырмыз. Ақ жол партиясы съезд өтетін күнді жариялады. Партия төрағасы Азат Перуашевтың мәлімдеуінше жиын 3 ақпанда өтеді. Кез келген партия әрдайым саяси науқанға әзір болуы қажет. Себебі саяси партия үшін ең бірінші міндет сайлауға қатысу. Қазір партияның орталық аппараты мен облыстардағы филиалдары жанындағы штабтар өз жұмыстарын бастап кеткен. Партия атынан сайлауға түсетін үміткерлердің тізімін бекіту жұмыстары жүргізілуде. Партиямыз сайлауға қатыса ма, қатыспай ма деген шешім қабылдау керек.
президиум отырысында біз осындай шешім қабылдадық, бірақ нақты шешім тек қана енді заң бойынша тек қана партияның съезі шешу мүмкін, шешуші басқарушы орган ретінде. Сол себептен біз партияның президиумы атынан осындай ұсыныс съезімізге шығарамыз. Ал Бірлік партиясы болса, мәжіліс сайлауында халық қолдау танытса, ауыл мәселесін шешуге атсалысуды көздейді. Партия төрағасы Серік Сұлтанғалидің айтуынша, қазіргі кезде ауыл жастарының білім алуына қатысты өзекті проблемалар бар. Осы орайда елбасының келер жылдан бастап барлық жастарға тегін кәсіби білім беру жөніндегі бастамасы көптеген мәселелердің түйінін тарқатпақ. Мыңдаған балапандарымыз өздері жаңағы мамандығын қолдарын тауып, жаңағы тұрып жатқан жерін жеміс өсіріп, картошка өсіріп, не болмаса жаңағы мал өсіріп, жанын бағуға мүмкіншілік бар. Қытайдегі мына жақта үлкен Қытай жатыр, мына жақта Ресейіміз бар. Бір мүшек картошканы сатсаң да жаныңды бағасың. Жаһан жаңалықтары. Бельгия астанасында 13 қараша күні Францияда болған террорлық әрекетке қатысы бар деген тағы 2 күдікті тұтқындалды. Брюссельдің Моленбек ауданын тінту барысында қару-жарақ пен жарылғыш заттар табылған жоқ. Корольдік прокуратурасы таратқан ақпарат бойынша ұсталған Бельгия азаматы Закария мен мароккалық Мұстафа есімді күдіктілердің Париждегі лаңкестік іс бойынша тергеуге алынған адамдарға қатысы бар. Нақтырақ айтқанда, олар теракт ұйымдастырушылардың бірі Абделхамид Абаутпен байланыста болған, ал ең басты күдікті Салах Абдеслам әлі іздестірілуде. Биыл қысты қарсыз қарсы алған ақш үлкен қауіптің алдын алуға қамданып жатыр. Өңірге соңғы 100 жылда болмаған қар мөлшері түседі деп болжануда. Салдарынан елге келетін шығын $1 миллиард жетуі мүмкін. Қазір Вашингтон және онымен іргелес штаттарда мектептер мен бала бақшалар жұмысын тоқтатқан. Мыңға жуық әуе рейстері де кейінге шегерілді. Алпауыт елді алаңдатқан ауа райы жайын ақштағы тілшіміз Жігер Сәрсен айтсын. Қаңтар айы түгесілуге тақағанымен Вашингтон маусымның алғашқы қарын енді ғана көріп отыр. Жаңа жылды қара жермен қарсы алған ақш астанасы биылғы қысты ақ ұлпасыз өткіземе деген күдік көптің көңілін күптетіп келгені белгілі. Алайда орталық Атлант аймағына таяп келе жатқан алапат қарлы бұрқасын халықтың үрейін қашыра бастады. Соның алғашқы белгісі небәрі тобықтан аспайтын бұл қардың өзі америкалықтарды әбден әбігерге салып үлгерді. Елдің шығыс жағалауынан жеткен қарлы бұрқасын халықтың дәл жұмыс уақытын аяқтап жатқан кешкі қарбаласқа тап келді. Вашингтоннан сыртқа шығатын штатаралық тас жолдар ұзын сонар көлік кептелісіне ұласып, түн жарымына дейін қозғалыссыз қалды. Дымқыл қардан тайғанақтаған жеңіл көліктер бір-біріне соқтығысып, бағыттарға бөгет болды. Бір ғана Вирджиния штатында сондай 163 жол көлік оқиғасы тіркелді. Алайда нағыз қауіп алда келе жатыр. Қарлы бұрқасын орталық Атлант аймағын мекендеген 50 миллион тұрғынға қауіп төндіріп тұр. Сол себепті билік өкілдері және төтенше жағдай қызметіндегілермен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Суық ауа температурасы мен екпінді бұрқасын әсіресе Вашингтон, Нью-Йорк және Нью-Джерси аймақтарында ерекше байқалмақ. Ұлттық метеорология қызметі қалың қардың жұмадан дүйсенбіге дейінгі аралықта түсетінін айтып дабыл қағуда. Осыған орай бірқатар штат билігі төтенше жағдай жариялап, тұрғындарды сақ болуға шақыруда. Мектеп пен балабақша, өзге де мемлекеттік мекемелер 3 күнге жұмысын тоқтатты. Бірнеше күнгі азығын қамдауға қарекет қылған халық дүкен сөрелерін босатып жатыр. Ет пен сүт, көкөністі айтпағанда тіпті қолшам мен күрекке дейін өтімді тауар түріне айналған. Биялай мен малақай, етік сияқты жылы киімдерде таусылуға таяған. Әдетте қысқы дөңгелекті біле бермейтін вашингтондықтар бір күн ішінде дөңгелек ауыстыру кезегінде анағұрлым ұзартып жіберді. Бірқатар жеміс жиде, құрғақ тамақ және сорпа түрлерін алдым. Бірнеше күнгі азығымыз дайын деп ойлаймын. Таңертеңгісін аздап қиналып қалдық. 40-қа жуық көршілермен бірге көлік қозғалысының қиындығына тап болдық. Алда бәрі жақсы болуға тиісті. Ауа райы қызметінің болжауынша демалыс күндері жауатын қар мөлшері 60 сантиметрге дейін жетпек. Бұл Вашингтон тарихында 1922 жылдан бергі рекордтық межеге жеткізіліп отыр. Айтпақшы, ол кезде табиғаттың тосын мінезінен 100-ге жуық адам қаза тауыпты. Жігер Сәрсен, Ренат Садыров, Вашингтон. 5000 адамның банкке жиған терген ақшасы қайтарылатын болды.
Валют-транзит банктың салымшыларына қосымша төлемдерді беру жұмысы жалғасуда. Қосымша төлемді алуға құқылы деп танылғандардың қатары 4995 адам. Мемлекет көмегінің арқасында олардың 4000-ға жуығы депозиттегі қаржыларын қайтарып алған. Айта кетейік, Центр кредит банкі кепілдендірілген төлемді қайтарып алу өтініштерін 10 ақпанға дейін қабылдайды. Ал одан кейін тиісті өтінішпен Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына хабарласуға болады. Алмас Садуақастың репортажы. Валют-транзит банкте депозит ашқандардың бірі қарағандылық Бақтыбай Есендәулет. Ол 2007 жылы банкрот деп жарияланып, қожайындарының үстінен іс қозғалғанда абдырап қалғанын айтады. Қазір маңдай термен жинаған депозиттегі ақшасын қайтарып бергеніне дән риза. Басында 1.200.000 болған, соның 700-ін алдық қой сразу. 500 қалып қойды ғой. 500 қалып қой, сол 500, 700, 800 сөйткен ішінде инициативный группа қырып, енді шын айтқан дәрежеде 4 миллион, 5 миллиондары жүгіріп жүр. 10 миллиондары бар кейбіреуінің, 15 миллиондары болды, білдіңіз бе? 30 миллионға шейін беріп кейбіреулердікі бар. 5 миллионға дейінгі кімнің ақшасы бар, алынбаған. Солар алды. Қосымша төлемдер сомасы 5 миллион теңгені құрайды. Салымшылар саны 4995 адам. Жалпы кепілдендірген өтем сомасы 4 миллиард 250 миллион теңгені құрайды. Қазіргі таңда банк Центр кредитке 4000-ға жуық салымшы өтініш беріп, кепілдендірген өтем сомасын 3 миллиард 750 миллион көлемінде алып үлгерді. Енді қосымша төлемді алуға құқылы 1018 салымшы қалып отыр. Бұл негізінен шетелге көшіп кеткен немесе өмірден озған азаматтар. Ұрпақтары тиісті арыз жазып, мұрагер екенін дәлелдесе, олардың да депозиттері қайтарылады. Салым көлемі 5 миллион теңгеден асатын салымшылар 223 адамды құрайды. Бұл 223 адам Валют-транзит банктың тарату комиссиясына өтініш жазып, кезекке тұрып, өздерінің салымдарын алуларына болады. Салымның төленуі тарату комиссиясының банк активтерін сатуына байланысты болады. Мемлекеттің депозиттерге кепілдік беру саясаты Нұржан Жүсіпов секілді салымшылардың сенімін арттырады. Я уже открыл 2002 года. Депозит ашқаныма 14 жыл болды. Қазақстанда депозиттерге кепілдік берілгенін білемін. Ай сайын жалақымның бір бөлігін депозитке саламын. Пайыздық үстемақы қосылып тұрады. Қазақстанда 5 миллион теңгеге дейін шетел валютасындағы және 10 миллион теңгеге дейін ұлттық валютадағы депозиттерге кепілдік берілген. Алмас Садуақас, Ардақ Асылханұлы, Ұлан Нарымбек, Нұрдәулет Жақсыбай, Хабар, Алматы, Қарағанды. 2017 жылдан бастап ел тұрғындары ұлттық табиғи парктер аумағына кіру үшін ақша төлемейтін болады. Бұл туралы Ақмола облысының Зеренді ауданында өткен басқосуда айтылды. Жиынға еліміздің 4 ұлттық табиғи паркі мен туризм саласының мамандары және кәсіпкерлер қатысты. Туризмді дамыту мақсатында ұлттық табиғи парктер бизнес өкілдеріне өз жобаларын ұсынды. Табиғатты қорғаушылар әсіресе игерілмеген аумақтар қолға алынса дейді. Сол арқылы қазіргі жұмыс істеп тұрған демалыс орындарының жүктемесін азайтып, экологияға келетін зиянды да бір шама сейілтуге болатынын айтады. Баға саясатында естен шығармаған жөн. Одан қалды қысқы туризмді де дамыту керек, ал ол үшін мемлекет барлық жағдайды жасауда. Әкімшілік кедергілер жойылып, рұқсатнама құжаттарын рәсімдеу уақыт қысқаруда. Бизнесмендерімізге міне ашық жариялап отырмыз, қатысып, ертең жерлерді алып, өз өңірімізді көркейтіп, ақша табу жағынан болсын, экономика жағынан болсын, көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Что в будущем повлечет за собой. Әкімшілік кедергілер жойылса, кәсіпкерлердің ұсынған бизнес жобаларын бекіту уақыты едәуір қысқарып, сәйкесінше сол жобалар тезірек іске қосылады. Бүгінгі жиында бұдан да өзге бірқатар мәселелер айтылды. Біз оларды алдағы уақытта қаперге алатын боламыз. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Амандықта, саулықта жүздескенше.